Сәлеметсіздер ме қадірменді көрермен. Әлемдік қаржы нарықтарындағы бүгінгі күнге, яғни шілденің 7-сіне болып жатқан жағдайларды сіздермен бірге шолып өтетін боламыз. Амаркетс Қазақстан YouTube арнасына қош келдіңіздер. Және жалпы есебімен айтқанда валюта нарығында мұнай мен алтын бағасының қозғалыстарын, жалпы геосаяси жағдайлардың бәрін талқылап айта кететін боламыз. Сонымен қатар осы аптаның соңына дейін нарықтың бағытын анықтауға мүмкінді маңызды факторларды талқылайтын боламыз. Бүгінгі күннің басты тақырыбы туралы айта кететін болсақ, жалпы есебімен дәл қазір көптеген нарықтар күту режимінде болып жатқанын айта кету қажет. Өткен аптаның соңында ақш еңбек нарығына жалпы қатысты жарияланған әлсіз статистикадан кейін инвесторлар федералдық резервтік жүйесінің алдағы ақша несие саясатына қатысты болжамдарын қайта қарастырып бастағанын айта кету қажет. Нарықтың басты назары ертең жарияланатын федералдық резервтік жүйесінің маусым айындағы отырысының жалпы хаттамасына аударылғанын айта кетейік. Бұл құжат ақш реттеушісінің экономиканың баяулауына қалай қарайтынын және алдағы уақытта пайыздық мөлшерлемелер бойынша қандай бағыт ұстануы мүмкін екенін көрсетуі тиіс. Оған байланысты инвесторлардың басым бөлігі әзірге ірі мәмілелер жасаудан тартынып күту тактикасын таңдап жатқанын айта кету қажет. Сондықтан негізгі валюта жұптарының көпшілігіне құбылмалық төмен деңгейде сақталып жатқанын айта кетейік. Бүгін ақштың сыртқы сауда балансы бойынша деректер де жарияланатыны өте маңызды. Әдетте бұл көрсеткіш нарыққа күшті әсер етпейді, дегенмен болжамнан едәуір ауытқан жағдайда доллар бағамына қысқа мерзімді ықпал тиюі мүмкін. Жалпы есебімен айтқанда геосаяси жағдайды шолып өтетін болсақ, геосаяси факторлар шикізат нарығына жалпы әсер етуді жалғастыруда. Әдеттегідей таяу шығыстағы жағдай өткен аймен салыстырғанда біршама тұрақтандырылған, бірақ мұнай бағасындағы геосаяси тәуекел сыйақысы азая бастағанын айта кету қажет. Соған қарамастан өңірдегі жағдай толық тұрақталғаны жоқ. Егер мұнай жеткізіліміне қатысты жаңа қауіптер немесе шиеленістік күшеюі туралы ақпарат пайда болса, мұнай мен алтын нарығында құбылмалық қайта артуы мүмкін. Енді валюталық параларға жұптарға көшетін болсақ, қадірменді көрермен, дәл сол жағдайды біз сіздермен бірге бүгін әрине де талқылайтын боламыз. Валюталық жұптарда мінекей жағдай біз көріп отырғандай әзірге. Еуро-доллар валюталық жұбы бүгін айқын бағытсыз саудаланып жатыр. ақш пайыздық мөлшерлемелердің әрі қарай өсу ықтималдығын төмендеуі еуроға белгілі бір қолдау көрсететіні анық. Алайда еуро аймақтағы экономикалық өсімнің баяулауы еуроның айтарлықтай нығаюына мүмкіндік бермеуде. Федералдық резервтік жүйесінің хаттамасы жарияланғанға дейін трейдерлердің көпшілігі жаңа ірі позицияларға шығуға асықпайды. Егер құжат күткеннен жалпы жұмсақ риториканы көрсетсе, еуро қосымша өсім алуы мүмкін. Сондықтан біз жалпы есебімен айтқанда сол күшеюді күтетін боламыз, еуро доллар жұбының тарапынан. Және дәл осыған бір ұқсас жағдай ұлыбританиялық фунтпен де болып жатқанын айта кету қажет. Жалпы есебімен британ фунты негізгі еуропалық валюталар арасында салыстырмалы түрде тұрақты қалып жатқанын айту керек. Бүгін Англия банкінің инфляция тәуекеліне байланысты сақтық танымы бұған жалпы әсер етуде. Дегенмен фунттың алдағы қозғалысы көбіне ақш долларының динамикасына тәуелді болатыны сөзсіз анық. Сондықтан сәрсенбіге дейін бұл валюта жұбында айтарлықтай өзгерістер болуы екіталай. Сондықтан көреміз. Дәл осындай, яғни динамика сақталады деген ой пікірді айта кетуге болатын сияқты, қадірменді көрермен. Ал келесі біз көшетін тақырып ол әрине де Америка құрама штаттары доллар мен жапониялық иена жұбы. Жапон иенасы бұрынғыдай қысым астында қалып отыр. Басты себеп пайыздық мөлшерлемелердің айырмашылығы. Бұл айырмашылық жалпы доллардың иенаға қатысты жоғары деңгейде сақталуына ықпалын тигізуде. Сонымен қатар инвесторлар Жапония билігінің мәлімдемелерін мұқият бақылауда. Егер доллар иена жұбы бағамы әрі қарай өссе, Жапония қаржы министрлігінің жалпы валюталық интервенциялар жасау ықтималдығы қайтадан артатыны сөзсіз анық. Бірақ әзірге бұл жерде де осындай бір бағытсыз оқиғалар болып жатқанын көріп отырмыз. Бір бағытта қимыл болып жатыр деп айту қиындау дәл осы валюталық жұпта. Сондықтан осы төмен динамика сақталып та қалуы әбден
Мүмкін. Сондықтан, мұқият тамашалаймыз, бірге дәл осы жағдайлар қандай болатынын. Келесі біз талқылайтын валюталық жоба ол әрине де америкалық және канадалық доллар жоба. Канадалық доллар бүгін негізінен мұнай бағасының қозғалысына ілесіп саудалануда. Сонымен қатар нарық қатысушылары апта соңында жарияланатын Канаданың еңбек нарығы бойынша статистикаға жалпы дайындалуда. Бұл есеп жалпы америкалық және канадалық доллар жұбының алдағы бағыттарын анықтайтын негізгі факторлардың бірі болуы мүмкін, және жаңа деректер шыққанға дейін валюта жұбының тар диапазонда саудалануы ықтимал. Сондықтан дәл қазір біз көріп отырған кішігірім динамика әрмен қарай сақтала беруі де әбден мүмкін, бірақ төмен динамика болып қалса да бұл біз үшін тосын сый болмас. Келесі біз талқылайтын тақырып ол әрине де WTI мұнайы. Апта басындағы төмендеуден кейін WTI маркалы мұнай бағасы тұрақтануға әрекетін жасауда. Инвесторлар OPEC плюс елдерінің өндірісті жалпы ұлғайту туралы шешімдерінің салдарын бағалап жатыр дәл қазір. Сонымен қатар таяу шығыстағы геосаяси тәуекелдердің азаюы мұнай бағасындағы тәуекел сыйақысын төмендетуге алып келуде. Дегенмен мұнай нарығы әлемдік сұранысқа және геосаяси жаңалықтарға әлі де өте сезімтал, үнемі жалпы сезімтал болып жатқанын білеміз. Бірақ енді геосаяси жағдайларды бақылайтын болсақ, бұл жерде жалпы мұнай бағасы үшін өте бір қолайлы факторлар көбірек ойнап жатыр десек те рас болатын сияқты. Алтын тақырыбы туралы сөйлесетін болсақ, бүгін алтын бағасы аздап төмендеуде. Нарықтағы жалпы нарықтағы басты себеп федералдық резервтік жүйесінің хаттамасын күту. Инвесторлар ақш реттеушінің алдағы саясатына қатысты нақты сигнал алынға дейін жаңа позициялар ашуға мүлдем асықпауда. Егер хаттамада мөлшерлемелерді көтеру циклі аяқтауға жақын екені байқалса, алтын бағасының өсуі қайта жалғасуы мүмкін. Ал егер ФРЖ қатаң риториканы сақтаса, бағалы металға қысым күшейетіні сөзсіз анық. Сондықтан бұл жерде мүлдем беймәлім жағдай, оның барлығы сол ФРЖ-ның хаттамасына байланысты болатыны сөзсіз анық. Бүгін нені бақылау қажет деген сұрақтарыңыз болса, бүгін трейдерлер ақштың сыртқы сауда балансы жөніндегі деректерге, жеке орталық банк өкілдерінің мәлімдемелеріне және ақш долларының жалпы динамикасына назар аударуы қажет. Сонымен қатар нарықтың негізгі назары ертең жарияланатын федералдық резервтік жүйесінің маусым айындағы отырысының хаттамасына жалпы аударылатыны сөзсіз анық. Дәл осы құжат алдағы бірнеше аптадағы әлемдік қаржы нарықтарының бағытын анықтауы мүмкін екені бізге мәлім. Қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сауда күні инвесторлардың сақтық танытуымен жалпы ерекшеленіп жатыр. Нарық қатысушылары федералдық резервтік жүйесінің маңызды құжаты жарияланғанға дейін тәуекелге бармауға тырысуда. Сондықтан жақын уақытта доллар, еуро, фунт, мұнай және алтын бағасы шектеулі диапазонда саудалануы әбден ықтимал. Осымен бүгінгі біздің кішігірім күнделікті брифинг өз мәресіне жетуде. Қадірменді көрермен, назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Егер Форекс нарығында болып жатқан жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің әлеуметтік желілеріне, яғни біздің Инстаграм, Телеграм парақшаларымызға жазылып кетіп, YouTube арнаға жазылып, хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.